Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар құрметті көрермендер. Қазір біз Қызылорда қаласында отырық. Мынау 2022 жылы қаңтардан кейінгі 23 жылы 2 қазанда қоғамдық бақылау туралы заң шығады. Билік ол нөмірі 30 болып қазір таңда міне 6 айдан кейін күшіне енді. Бұл жерде жалпыламай ұғым мынау жергілікті тұрғылықты халықтан сонымен ары қарай болып атқан қаланың ішінде, ауылдың ішінде мына акиматтың істеп атқан жұмыстарын қадағалауға заң жүзінде соған ұғым түсіндірген, түсіндірмелер берген және сол қоғамдық бақылауға кімдер болады, кімдер болмайтын жөнінде көрсеткен. Осыны ары қарай алып, және мынаны айтатын болсақ, мына бюджетте ақша біздікі емес қой. Үкімет акимат істеп жатыр дегенге болмайды, ол келмейді. Өйткені бюджетте ақша әр қаланың, әр облыстың, әр ауданның өзінің қалтасында халықтан жиналған ақша. Ол ақшаны халық қадағаламасақ, осы күнге дейін мынау коррупционерлер сол арқылы, тендер арқылы, тағы басқа арқылы, жұмысты сапасыз істеу арқылы бізді жеп келе жатыр. Енді осыған сай қоғамдық бақылау туралы заң шығарған. Қазір осы заңды талқылату үшін заңгер Шымкент қаласының тұрғыны Жаңабек Әбішев, мына жемқорлыққа қарсы халықтық комитетінің төрағасы, сол кісіні шақырып отырық. Талқылап, осыны түсіндіріп берсеңіз аға. Мынау заңымыз ертерек шығу керек еді. Азды көпті қоғамдағы кішкене заңды білетін белсенділердің арқасында ақыры шықты. Неге десеңіз, мына қоғамдық бақылау хозяинның еркі. Хозяин ата заңымызға сай, бірінші бабында, үшінші бабында халық екені көрініп тұр. Яғни мына заңымыз, мына заңға шыққан кезде 95 жылдан бері жұмыс істеу керек. Өкінішке орай 23 жылдың жаңа күзінде шықты да, 24 жылдың май айында ма жаңа күшіне енді, қазір 6 айдан кейін күшіне енген. Енді мына бұл нені көрсетеді? Қоғамда, біздің қазақтың қоғамында енді пешенемізді жазған ойда отыра беретіндер көп болады. Белсенділіктер аз. Сондықтан мына заңды қазір мен дұрыс түсінсем, Қазақстанда осы Қызылордадан басқа жерде талқылаптың жоқ. Белсенділік кеше ақыры мына мәселемен келгеннен кейін мынаны талқылайық деген ой мынадан туып жатыр. Жаңағы біздің айтқан жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрекетіміз мынаумен тікелей ұштасып байланысып жатыр. Яғни біз мына ата заңымыздың 3-ші бабына сай хозяин болатын болсақ, және уақытша ана биліктерге бөліп берсек, сен мынаны қойын бағасың, сен малын бағасың, сен огородын тазалайсың, сен үйіңді жинайсың, сен тамақ пісіресің деп. Ендеше соны уақытша береді екенбіз. Ендеше солардың істеп жатқан кезде өзіміз қарауымыз керек. Сен не істемez? Қой түгел ме анау? Мал түгел ме? Кірпіштері қай ұрлап кеткен? Неге сен ана қойды жаңағы 200 мыңға сатып алдың? Базарда ішкіземін тұрады ғой. Вот соны өзіміз қорғанасы болмайды. Бұл жаңағы кәдімгі өзіңнің отбасыңда өзің хозяинсың ғой жаңағы. Сол сияқты мына қазақтың елінің өкінішке орай осының бәрін басынан түсінбей, қазір еліміздің байлығында қазіргі сәкең жақсы білет, ана мұнайдың қаншалығы шевронға, қаншаға бірден кетіп жатқан шаруам жоқ. Енді мынау әр регионда, әр ауданда, ауданның халқы ауданның хозяйыны, қаланың халқы Қызылорда қаланың хозяйыны, ендеше қалада салынып жатқан, бірден жатқан бюджеттің ақшасының таратылуын бәрін қамтамасыз ету керек. Соны қарау керек. И соған берде бір-екі жерде нелеріме түртіп қойдым кеше, соған мен тоқталып өтейін түсінікті болу үшін. Былай дейтін, құқығы бар деген мынада қоғамдық бақылау субъектілерінің құқықтары санамалап өткен, заңдар өздеріңіз тұр. Сонда субъектілері деп отқан себебі жаңағы бақылайтын адамдар субъектілі сіздерсіздер. Мысалы, мына қоғамдық қордың өкілі болды ғой. Қызылордадағы. Мына өз жеке барып неғо правасы бар. Ол мына заңда айтылған. Қазір оған тоқталып өтемін. Қай жерде айтылған. Ал
жаңағы 4 адам, 5 адам, 3 адам болып бірігіп бару керек. Бірақ олардың ішінде мындай адамдар болмау керек. Сотталғандар жаңағы денсаулығы дұрыс емес, ақылесі дұрыс емес, сол сияқтындаған енді ол қалыпты жағдай ғой, өздерің білесіздер ғой. Сондай нәрселерді айтқан. А бірақ негізгі қанша жұмсартып жазғанменен және онша түсініксіздеу сөздермен жазуға тырысқанменен мақсат халық тіріліп кетпес деген ой тұрғанын көріп барамын да мен. Мен мысалы мынаны мен жазсам мысалы заңгерлесем, мен мына өзбектерім бар мына Түркістанда. Сол қазақтардан артық көріп жүрмін қазір өзім қазақтарын. Неге? Халық түсініп алады да ана. Жаңа сіздің айтқаныңызды түсіндіремін де. Неге десең мен жаңағы кәдімгі күнделікті пайдаланып жүрген сөздермен жазып беремін да. Я сонымен аппаратта жаңағы Түркістан облысының прокурорын бір өзбек өлтірді, Бахадүр деген. Мен мына удостоверение адам бұрын берген бана. 2 жыл бұрын. Өлтірді. Қайта-қайта жүрегін ауыртты. Жүрегі ауырады екен, қайта-қайта кіріп, қайта-қайта жинап батыл. Сондықтан да мына заңды қарасаңыздар, жаңағы кеше бағанадан бері айтқан мына жемқорлық дейміз, немесе халық тірілу керек, мына ата заңымызды ашып қойған бәрінде де халық хозяин болса, халық тірілмесе осылай кете береді. Енді мен Тоқаевтың досы болатын болса, немесе билігі болатын болса, не істерем? Халық тірілмегенін қаларым. Және не істеуім керек? Андасында жаңағы халық мына құлағымен естиді ғой. Сонымен бір кішкене жеңілдетіп қойсам, ой деген ой туады. Сондықтан да мына қоғамдық бақылаудың жаңағы шарттарында мыналар деді да санап өткен жаңағы. Дені сау еместер, сотталғандар бар адамдар, бұның бай қоғам 18 жасқа толмағандар бола алмайтын айтқан. Сонда сондай ғана кішкентай ғана кедергілер, олар жаңағы стандартты кедергілер. Барлық мемлекеттерде сондай. Мысалы сайлауда да жүйесі дұрыс еместер сайлауға қатыспайды. Сайлауға да 18 толмағандар қатыспайды. Сайлауға да жаңағы түрмеге түскендер қатыспайды. Сол сияқты жаңағы стандарт нәрсе қалыпты ештеңе жоқ. Бәрін жазып өткен, бірақ жаңағы әдейі жақшаның ішіне қосып қойып мен жасын былай жазар едім. Ана субъект дегеніміз оны түсіндірген менде, бірақ оны өткен адамдар. Субъект дегеніміз кім? Ол жаңағы сіздер. Ал объект дегеніміз тексерілуге баратын жер. Мысалы бір мектеп салынып жатыр. Сол мектептің несіне барасыздар? Сметаны бер маған. Мектептің несін бер, сметасын бер көрейін деп. Қанша ақша бөлінді? Сметасына қарап қарасаң, мынау кірпіш бәлентің дейсің, ондай емес қой базарда мындай ғой. Немесе жаңағы арматура тоннасы бәлен, ондай емес қой. Аға, мына заңдармен айтып отырып басынан бастап шықсақ, өйткені халық түсінбейді мына көбісін көрсетіп деймін да осы заңдар. Мен негізгі тоқталатын жерде айтып жатырмын, тыңда. Мына заңды пайдаланатын ұғымдар дегенде жаңағы адамдар мынау жаңағы күнделікті қолданылмайтын сөздерді түсіне алмайды, оған жете қоймайды. Субъект дегеніміз ол қарапайым халық деп қойса, жақшаның ішіне алып түсіне береді. Соны айтып жатырмын, соны айтып жатырмын. Мәлем мен бәрін оқып шыққаннан бірден шықпады, қалдарың тұр ғой. Иә, сондықтан ол мынаның әрқайсының қорытындының керегі жоқ. Негізі мынаны түсіне алмайтын жерлерін ғана қарап өтуіміз керек. Сондықтан бағана да айтып өттік. Мен былай дейді, мысалы жаңағы құқықтар và міндеттерін санамалап бөліп қойған. Қоғам бақылау субъектілерінің праволарын айтқан құқықтарын. И қоғамдық бақылау субъектінің нелерін өткен. Бақылау субъектілерінің жаңағы праволарын айтқан, соң міндеттерін айтқан. Енді объектілерінде, объект деген жаңағы әкімдіктер, оның салынып жатқан құрылысы, үшін бюджетке қатысты. Мына елінде болып жатқан кез келген құрылысқа салып жатқан құрылыс па, бірдеңе ма, бюджетке таратылып жатыр ма, бәрі тегін болмайды ғой, өзі Алла тағала салып бере салмайды ғой. Ендеше соның бәріне қатысуға құқығы бар. Міне құқығы бар деп қойып қойған. Оның кімнің құқығы бар? Енді кімнің құқықтары бар? Ана объектісінің. Оның бір-екі жерінде ғана айтқан сөз бар. Саған мәлімет беруге құқығы бар дейді. Неге? Мынандай жағдайда құқығы бар екен. Егер сен бір нәрсені тексеріп кеттің ба, мониторинг жасадың, енді соның нәтижесін күтіп, 6 айға дейін қайталап тексере алмайсың деп. Ол түсінікті ғой, 6 айға дейін басқа тексеріп жүрмейсің ғой. Сол сияқты жаңағыдай аздаған ғана жаңағы шектеулер қойған, ол шектеулер қисынды заңды санаймын. Сондықтан бірақ мына Еуропаға қалыптасқан заңдардан алған, бірақ лажы болса біздің қазақтың құлағына жаңағыдай түсінікті сөздермен жазуға тырысу керек та. Мысалы былай ғой, сен өтпей қалған екенсің ғой десем түсін, саған әсер етпейді. Тупойсың десін шығарда қаласың. Тұра емес па? Рас па? Қалыптасып кеткен біз, тупой деген сөз жаман сөз. Өтпей қалған адам екенсің, әсер етпейді. Деп қоя салады. Сол сияқты мына субъект дегеніміз кім? Объект дегеніміз сияқты соны түсініп қарау керек та. Сондықтан ал қалған нәрсесінің бәрі түсінікті.
Сондықтан мына сараптама жүргізу мәселесі бар. Былай дейді, қоғамдық бақылау субъектілері қоғамдық сараптаманы қоғамдық бақылау объектілерінің шектелмеген тұлғалар тобының құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын актілері мен шешімдерін талдау және қоғамдық бағалау мақсатында жүзеге асырады дейді. Ол енді келген жаңағы мәселені талдау барысында оның жаңағы нелері болады, объективті, субъективті жағдайлар болады. Мысалы, әр регионның өзінің ерекшеліктері бар. Неге бір регионда бір заттардың қымбаттап кетуіне, бір заттардың жаңағы халықтың тұрмысқа пайдаланатын заттар ғой, жаңағы тамағы бар, тағы сондай қажет заттар. Мысалы, судың қымбаттап кетуі неге деген сұрақ бұл. Бұл соның бәріне араласу керек. Ал оны жаңа біреу әдейі қымбаттатып жаңағындай халықтан жинап алайын деп жатырмақшы. Соның мәселесі болды ма, анық причинасы бар ма? Сондықтан соның бәрін араласу керек. Қазір байқайсыңдар ма, барлық жерде жаңағындай коммунальный нелердің қымбаттауы басталып жатыр. Вот соған араласу керек. Сондықтан алдыменен қоғам болып қалыптасу үшін мына бір облысқа 10-15 адамның белсенді болуы, конечно, жетпейді. Сондықтан оны тарту керек. Міне, құрметті халық, осындай 23-ші жылы шыққан қоғамдық бақылау әділет газетте осыны шығарып алып, 5 адам интернет тұр әлі өшеді. Интернетте тұр, қатып өткізіп, заңдасып, осы өзіңді заңдастырып, ары қарай қоғамдық бақылау жасауымыз керек. Бюджетте ақшаны коррупцияға, ұрлыққа жібермес үшін осыған атсалысуымыз керек.